Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. А2 базалық деңгейдің жаңа сабағын бастаймыз. Сіздермен сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Панфилов аудандық филиалының меңгерушісі Аслан Маратұлы Қалибеков. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы Нұр-Сұлтан қаласының көрікті орындары. Грамматикалық тақырыбымыз бұрынғы өткен шақ. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Дала, кешен, көрікті, қор, мекен ету, мұхит аралы, ойын-сауық орталығы, табиғи, таңғажайып. Грамматикалық тақырыбымыз бұрынғы өткен шақ. Бұрынғы өткен шақ іс-әрекеттің сөйлеп тұрған уақыттан әлдеқашан бұрын өткенін білдіреді. Бұрынғы өткен шақтың іс-әрекет мезгілді білдіруде жедел өткен шақтан өзгешелігі қимылдың өткендігі туралы нақтылық сөйлеушінің сөзінде басым болады. Жасалуы ып, эп, п жұрнақтары жалғану арқылы, ған, ген, қан, кен жұрнақтары жалғану арқылы, есімше жұрнақтарынан кейін екен көмекші етістігінің тіркесуі арқылы. Оқыңыз. Нұр-Сұлтан қаласының көрікті орындары. Атамекен Қазақстан картасы. Бұл этномемориалды кешен 2001 жылы 8 қыркүйекте ашылды. Картада 14 облыс және Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары бар. Мұнда барлық табиғи зоналар, заманауи және тарихи ғимараттар, ескерткіштердің шағын мүсіндері тұр. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және Бұқтырма су қоймасы, президент резиденциясы. Хан Шатыр сауда және ойын-сауық орталығы. Танымал британ сәулетшісі Норман Фостердің жобасымен салынған 2300 тонналы ғимарат Есіл өзенінің сол жағалауында бой көтерді. Шатыр биіктігі 150 метрге дейін жетеді. Сыртқы жағы тұтас арнайы әйнектермен қапталған. Думан ойын-сауық орталығы. 2003 жылы мамырда жұмысын бастаған бұл кешенде ең қызығы мұхит аралы. Су қоры 3 миллион литрге жетеді. Теңіз тіршілік иелерінің 100-ден астам түрі мекен етеді. Мұхит аралында мысық акула кездеседі. Ол мысық сияқты дыбыс шығарады. Абу-Даби плаза кешені. Нұр-Сұлтанның тағы бір таңғажайыбы көп мұнаралы Абу-Даби плаза кешені. Ол Орта Азиядағы ең зәулім ғимарат болып есептеледі. Құрылыс 2011 жылы басталды. Басты мұнара 88 қабаттан тұрады. Ең биік мұнаралар солтүстік тұстан тұрғызылған және даладан соғатын суық желге сыртын беріп тұр. Ал күн панельдері оңтүстікке бағытталған. Бұл эко-дизайн деп аталатын озық технологияларға сай жасалған жоба. Дұрыс жауапқа дұрыс белгісін қойыңыз. Тексеріңіз. Нұр-Сұлтанның осы ғимараттары туралы
ең қызықты ақпараттарды жазыңыз. Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы: ең керемет ғимарат тақырыбына әңгіме жазыңыз. Сау болыңыз.